Кентау тұрғындары, ассалаумағалейкум. Сіз мені шақырған жоқсыз кеше. Дұрыстап тұра алмай сөйлей бересіз бе бірден? Күнғайлы болсын, аса құрметті қазағым, назарыңызға жаңбығы рахматулла. Кеше әкімдікті жауып кеткен болатынбыз 19 сағат 10 минутта. Бүгін 23 қыркүйек, 10 сағат 27 минут. Рахматулла әкімдікке кеп тұр. Неге қазақшасы жоқ, неге дұрыс емес деп. Қазір келдік не өзгеріс. Бірден көзге түсетін жайт, мына жердегі кеше жаңартылған ақпараттары Қожа Ахмет Яссауидің тегін қате жазған сол жоғалып кетіпті. Кеше тұрған. Ал мына жақта орысшасы тұр. Негізінде орысшасы да тұрмау керек. Лимонда да дәл осындай. Қалалық нөмірді, байланыс телефон, қалалық нөмір міндет. Лимон дүкенін алайық. Қыздар барған. Сөйтіп анау орыс кімет жаңағы кімет, ой құдай, Погребняк Николай тіл туралы жағынан жаңа әкімшіліктен қыздар барған. Короче, бас тартқан ғой. 10 жылдай болды орысша тек қана ол жерде баға ақпарат. Ой, білмеймін, анау. Сосын 30 қаңтар күні, жұма күні қайтадан барған қыздар. Сөйтіп анау Татьяна бар. Таза айтам, жақсы әйел. Кішкена бізге уақыт беріңіз деген. Бұны толық біз ауыстырамыз, бағаларды бәрі ретке келтіреміз деген ғой. Сөйтіп мен ойлайын да, қазір звондап жатыр біреу. Отклонить. Мен ойлайым да, мынау лимонға неге біз жалына беруіміз керек? Заң бар. Бірінші түрде қазақша болу керек. Ең төбеде болмаса жаңағы бірінші қатарда. Сосын барып орысша или жаңағы басқа тіл неде. Мен Дагестан болғасын, Дагестанда болсам, егерде мен сразу баратын едім. Осы мысалы біздің Дагестанда мен сразу айтайын, мен талай қыс бойы барам Дагестанға. Орысшасы да тұр, дағыстаншасы да тұр. Мен лимонға барсам, олар айтады, әй, сен орысшаны 100-ге білесің ғой, таза, мықты білесің ғой дейді. Сосын менде былайша айтқанда не жоқты? Қазақтар көп, өзін сүйетін, тілін сүйетін. Мен ойлаймын, 10 жылда бірде-бір қазақ бармаған. Райхан әпше өте жақсы әпше, молодец. Жүрегі жақсы, менің бір қабілетім бар, сразу нелерін білем. Түріне қарап, қандай адам, плюс адам, минус адам, бәрін білем. Сөйтіп лимонның жанына да лимонды жаңа штрафтауға болады. 45 МРП 177 мың. Ол бір уақыт бер, анау бер, бірінші барғанда бас тартқан, ой, білмеймін, бір бәле, шыр бәле. Оның жанында анау не тұр? Блины деп жанында анау бутик тұр, блины деген. Ол да қазақшасы орысша тұр, бірақ біріншісі орыс тілінде, сосын барып қазақ тілінде. И төбеде 2 рет блины деп жазған. Қоймақ деп жазмай ма? Қоймақ. Ол да нарушение. Райхан әпше, молодец. Сейдуалиева, по-моему, фамилия Сейдуалиева. Жақсы қыз бұл, молодец.